Ойнады біл каналына қош келдіңіздер. Қазақ хандығы қай жылы құрылды? Дұрыс, жауабы 1465 жылы. Қазақ хандығының алғашқы ханы кім? Дұрыс, жауабы Керей хан. Ақтабан шұбырынды Алакөл сұлама қай жылдары болды? Дұрыс, жауабы 1723-1727 жылдары. Абылай ханның шын есімі кім? Жауабы Әбілмансұр. Жеті жарғы заңдар жинағын жасаған кім? Дұрыс, жауабы Тәуке хан. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс қай жылдары болды? Жауабы 1837-1847 жылдар. Қазақстан тәуелсіздігін қай жылы алды? Дұрыс, жауабы 1991 жылы. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Дұрыс, жауабы 16 желтоқсан. Алматы бұрын Қазақстанның астанасы болды ма? Жауабы, иә, 1995 жылға дейін Астана болды. Абылай хан кім болған? Дұрыс, жауабы хан. Қазақстан хандығы қай ғасырда құрылды? Жауабы 15 ғасыр. Кенесары Қасымұлы кім? Дұрыс, жауабы хан. Жоңғарлар кімдер? Дұрыс, жауабы дұшпан ел. Қазақстан қай жылы астанасын Астанаға көшірді? Жауабы 1997 жылы. Қазақстанда Конституция күні қашан? Дұрыс, жауабы 30 тамыз. Қазақстан қай құрлықта орналасқан? Дұрыс, жауабы Евразия. Қасым ханның заңы қалай аталады? Жауабы Қасым ханның қасқа жолы. Қазақ жоңғар соғысындағы атақты батыр. Дұрыс, жауабы Бөгенбай батыр. Ұлы Отан соғысы қай жылдары болды? Дұрыс, жауабы 1941-1945 жылдары. Томирис кім болған? Дұрыс, жауабы ханша, сақтардың патшайымы. Шоқан Уәлиханов кім? Дұрыс, жауабы ғалым. Қазақтың ұлы ақыны, қара сөздер авторы. Дұрыс, жауабы Абай. Каналға тіркеліп, жаңа видеоларды бірінші болып көріңіз.